Не болғанын білмеймісің? Қалай ұлың екенін біліп қойдың ба? Анам ДНК сараптамасын жасатпағанда, менен өмір бойы жасырар ма едің? Жоқ, саған айтпақ болдым. Саған бүгін айтқым келген. Сенен бұл жайлы бірнеше рет сұрадым ғой. Бірақ әркез, ол сенің ұлың емес деп едің. Мұншалықты қатыгез болғаның ба? 6 жылға шоқ болып кеттің. Содан соң ұлыммен қайтып келдің. Бірақ шындықты мойындамадың. Бұны қалай түсінем? Кешір, мен қатты қорықтым. Қалайды тартып аласың деп ойладым. Ол менің отбасым, менің бар байлығым. Әкелік құқығымнан қалай шайырдың? Осы 2 күн бойы қалайға маған әке деп айтпа дегенім жайлы ойландым. Өзімді ақымақ сезіндім. Өз ұлым мені көке деп жүр. Джунлин, туған ұлың өз әкесін көке деп атағаны саған ұнады ма? Қалай жайлы ойладың ба? Өзіне әкес деп жүргенін өз көзіңмен көрдің ғой. Мені кешір. Мен қатты қорықтым. Қалайды тартып аласың ба деп ойладым. Мен онсыз өмір сүре алмайым. Ал мен ше? Сен бізге тосқауыл қойып тастадың. 6 жыл бұрын саған қанша жалынсам да, менің сезімім жайлы ойланбастан мені тастап кеттің. 6 жыл өткен соң ұлыңды алып, менен тағы қашпақшысың. Тағы да мен жайлы ойламадың. Мен үшін сол дұрыс деймісің? Әлде қалай үшін бе? Мұны тек өзің үшін істедің. Жоқ, мен тек сендердің жағдайларыңды ойладым. Енді бәрі реттелді ғой. Бәрін қайтадан бастайықшы, Дунлай. Сенің барлық өтірігіңді оп-оңай кешіре салады деп ойлайсың ба? Хан Дунлай. Сен өзімшілсің. Ұлым, ол саған не деді? Дунлай, Джунлин көп қиналды ғой. Қалайды жалғыз өсірді. Оны да түсінуіміз керек. Ал егер ол ашуланып, қалайды бізден алыс қалып кетсе ше? Жоқ. Онымен дұрыстап тұрып сөйлесуіміз керек. Барлығын талқылау керек. Анашым, оны тастап кетуімді өтінген өзің ғой. Енді кешіргенімді қалаймысың? Бәрі немерем үшін ғой. Сен де Джунлинге ұқсайсың. Менің ойымды басқаруға шеберсіңдер. Бармаймын деймісің? Жарайды. Онда өзім сөйлесем. Анашым, қайталап айтайын. Менің ісіме араласушы болма. Дунлай. Сәлеметсіз бе? Хамырзаға келген едім. Кешіріңіз, Джун ханым. Хамырза қазір мәжілісте. Өтіне мынаны оған беріңізші. Жарайды. Рахмет. Кездесудің құжаттары дайын ба? Иә. Жақсы, бәрін қайттан бір тексеріп шығыңдар. Жарайды. Мочи. Джун ханым. Бара бер. Иә. Дунлайды көрмегеніме бірнеше күн болды. Жағдайы жақсы ма? Джун ханым, сіздің кеткеніңіз дұрыс. Түсінікті. Сізді жеткізіп салсын деп айтайын.
керек емес. Мырзам, Жун ханым күн сайын келіп жүр. Одан қашып құтыла алмайсыз. Түсінікті. Құдайыма, Чумаға анам есінен алжасты. Жунлин! Анашым, Чумаға келді. Мұнда не үшін келдің? Не істеп жатсың? Дунлайдың берген алқасын жоғалтып алдым. Қалай? Бөлмеңде ойнай қойшы, жарай ма? Жарайды. Дунлайдың сыйлаған алқасын табалар емеспін, Чумо. Қайда қойғанымды ұмытып тұрмын. Сабыр ет. Қане, оны бірге іздейік. Ол осы жерде жатқан шығар. Хан көке, менің қоңырауыма не үшін жауап бермедің? Маған хан көкем керек. Анам үнемі жылай береді. Рейсің қашан еді? Ертең. Соңғы шешімің бе? Қалай қайтпайсың ба? Қалай кішкентай ғой, бәрібір түсінбейді. Есейген соң өзім айтам. Содан соң өзі шешер. Онсыз да көп қиналдың. Енді бәрі артта қалған сәтте, не үшін қолыңды бір сілтедің? Бәрі менің кесірім. Мен тек қара басымды ғана ойладым. Дунлай мені кешіре алмайды, онысын түсінем. Менің бұл сапарым екеумізге де бір ой салатын шығар. Жарайды. Сенің шешіміңді қолдаймын. Қара, осы жерде жатыр деп едім осыған.